бүгүнкү заңга көчү-кон заңынан Орман деген жаңа квота берүү және каржылай төлөм акыларды алып тастады. Содан бұл заң қабылданды. Енді бұл заң қабылданғаннан кейін енді істеу керек. Енді бұл заң қабылданып кеткеннен кейін бұған қаулы жасау керек. Бұл қаулыда бір бабында көрсетілген ормандардың қоныстандыру өңірін айқындау дейді. Айқындайтын болдық. Әкімдердің бәріне хатшы бердік. Бар облыстың әкімдеріне хатшы бердік. Осындай ағайындар келейін дейді. Пікірлеріңіз қалай, ойларыңыз қалай дегенде, соның ішінде міне көрдіңіз 248-ші қаулымыз 25 мамырдан бастап күшіне еніп отыр. 248-ші қаулы. Оған 7 өңір кірді. Міне Ақмола облысы, Атырау, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары енді. Енді қалғандар солай бастады. Не болып кетті бұл? Орман мәртебесі берілмейтін болды. Деп отырғанымыз осы кезде жаңа Қайрат айтып кеткендей, елбасының түрткісі болды ма, басқа да үкіметтің отырысы болды. 22-ші осы сәуірде. 22-ші сәуірде отырысы болып, сол жерде тапсырма берілді. Хаттамалық шешім қабылданды. Хаттамалық шешімде көші-қон мәселесін жетілдіру мақсатында осындай жаңағы топ құрылсын, тұжырымдама жасалды, заңға өзгеріс енгізілсін деп. Ол тұжырымдама халықтың көші-қон туралы заңына арналған тұжырымдама жасалып, бүгінгі кезде жұмыс тобы құрылып жатыр. Ол жұмыс тобы ол тұжырымдаманы осы 1 маусымға неге тапсыру керек, үкіметке. Содан арғай ол енді 1 тамызда парламенттің қарауына өтеді деп жатыр. Бірақ бұл әзірге жоба. Енді осы жерде мен айта кетейін деп едім, жаңа біздің басқа да құзыретті мемлекеттік органдардан болмайды, жаңа ішкі істер министрлігінен жоқ, білім министрлігінен жоқ, денсаулық сақтау министрлігінен келмей отыр, жаңағы экономика және жоспарлау министрлігінен жоқ. Негізгі көші-қон саясатын жүргізіп, біз әзірге біздің қолданыстағы заң бойынша ол жаңа Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің құзырында. Негізі көші-қон заңын арғай жүргізу, саясатын жүргізу. Ал оны орындаушы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Бірақ дей тұрғанмен осы өткен отырыстан кейін біздің министріміз Тамара Қасымқызы Дүйсенова өз қолына алып осы заңға өзгерісті өзіміз енгізіп біздің министрлік мойнына алды. Бүгінгі күнде жұмыс тобы жұмыс жасап жатыр. Соны қосымша 248-ші қаулыға өзгеріс енгізетін болды. Ол неге енгізетін болды? Не мәжбүрледі? Қалған облыстарда тағы да ағайындар қалып қоятын болды. Орман мәртебесін ала алмайды. Орман мәртебесін ала алмағаннан кейін ол жаңа өзінің төлем қабілеттігін көрсету керек, бәлен көрсету бар, азаматтық алу керек, болмаса вид на жительство алу керек, ықтиярға алу керек. Соны болдырмау мақсатында біз кеңесті болдырмау осы негізінде жаңа қайтадан тағы облыстарға хат жаздық. Облыс әкімдеріне. Бүгінгі күнге дейін қалған облыстардың бәрі берді. 2 облыс қана бүгінгі күнге дейін қазір ғана сөйлесіп Ақтөбе мен Қарағанды бермей отыр. Бірақ Ақтөбенің әкімі беремін депті жаңа. Қарағанды қазір сұрақ күйінше тұр. Енді берсе, Құдай қаласа біз үкіметтің қаулысын осы сәрсенбі күні үкіметке енгізейік деп отырмыз. Барлық мемлекеттік органдармен келісілді. Өйткені орманның несін тоқтатпау, мәртебесін алуды тоқтатпау керек. Оның екінші бір ерекшелігі, жаңа айтып кеттік, бірінші кезекте жаңа осы 25 мамырдан бастап жаңа қолданысқа мінекей енген қаулымыз тек қана осы 7 өңірге жарайды. 7 өңір ғана бүгінгі күнде бастады орман мәртебесін беру. Қалған өңірлер бар тоқтатты. Соны тездету мақсатында, ана қаулы өзгеріс енгізу мақсатында, міне 3 күннен кейін біз қаулыны енгіземіз. Сәрсенбі күні, ертең ғой, сәрсенбі күні. Ертең күні біз өкіметке енгізсек, оны тездетіп қабылдатуға әрекет жасайық деп жатырмыз. Өйткені министрлік бүгінгі күні Моңғолияда, Улан-Баторда межправительственный соглашение немен кетті. 3 күндік, 4 күндік сапарым сонда жүр. Біз ертең Құдай қаласа енгізіп, сол ол кісі келгеннің өзі арбай қабылданады. Ендігі заңды, енді мен сіздер айтып жатсыз ғой, жаңа тіркеу мәселесі. Тіркеу мәселесі бүгінгі күнде өзекті мәселенің бірі. Кез келген ағайын келеді, қайда тіркелемін білмейді, дел сал болады, білеміз. Туысқанын іздейді, туғанын іздейді, басқа біреулердің үйіне тіркеледі, анау осы тіркеу мәселесі осы жерде ішкі істер болса біз айтар едік. Ылғида айтып жүр өткенде Қайрат бауырымыз қатысты, біз дөңгелек үстел өткіздік министрлікте. Осы ормандарды бейімдеу және ықпалдастыру жұмыстарының ахуалы бүгінгі қандай деген тақырыпта. Сонда осы мәселелер көтерілді, айтылды. Бұл енді сіздер тарапынан әрине сіздерге де берілетін шығар. Уже сіздерде өз ұсыныстарыңызды жаңағы еңбек министрлігінің жаңағы жұмыс тобына өз ұсыныстарыңызды беріңіздер. Қандай тіркеу мәселесін қандай жақсартамыз?
қалай істейміз деген өз ұсыныстарын берді. Енді ол жаңа заң қабылданған жағдайда, қабылданған кезде оралман мәртебесі барлық өңірлерде беріледі. Еш жерге тоқтаусыз барлық оралман мәртебесі беріледі. Өйткені кейбір келеді де маған оралман ғана керек, азаматтық алып кетемін дейтін шығар. Оған ешкім кедергі болмайды. Екінші, ол оралман жаңағы заң қабылданғаннан кейін тағы да қоныстандыру өңірін қайтадан айқындаймыз. Мына 7 облыс, 12 облыс бола ма? Енді соның ішінде тағы айқындалып, оның ішінде мына көшіп келіп жаңағы оралмандардың квотасы дейміз ғой. Квотаны қоныстандыру өңірлерінің квотасы болады енді. Жаңа ынталандыру деп не айтып кетті ғой. Ынталандыру өткен біздің министрлік сол қай облыстарға белгіленеді. Сол облыстарға барған, сол аймаққа барған ағайындар оралман мәртебесін бірден алады. Жаңағы әлеуметтік пакеттерін алады. Әлеуметтік пакеттің ішінде әр түрде бар жаңағы берілетін көмектері бар. Қаржылай көмектер, тұрғын үй мәселесі, жұмыс мәселесі.